кезінде болған бір қызық оқиғаңызды айтып кетсеңіз. Мектеп кезінде бізде қызықты оқиғалар өте көп болды. Соның бірі бастауышта жарысқа дайындалғанбыз жүгіруден. Сол кезде қызықты оқиғалар болды Қанат ағаймен. Сіз жоғары оқу орнында оқисыз, басқа жер. Мектепке сағыныш бар ма? Мектепке әрине сағыныш болады. Балалық шағым өткен жері 11 жыл мектепте білім алдық. Бірақ та студенттік өмірде өте керемет. Оқушы кезіңізде қандай естеліктер қалды? Оқушы кезде сол концерттерге қатысып, конкурстар болады, неше түрлі орындар беріп, соларға қатысып, сол қызықтан өтті сол. Мектептегі оқушыларға қандай кеңес берер едіңіз? Мектептегі оқушыларға сол сабақ оқып, сабақ жақсы дайындалып, ент-ға дайындалып, ертең өздерінің қалаған жоғары оқу орнына түсіп, әрі өмірлене жатыр. Сіз жоғары оқу орнына оқисыз. Басқа жер, мектепте сағыныш бар ма? Әрине болады екен. Мен негізі осы 11 сынып оқып жүрген кезде ойлайтын, бізден бұрынғы бітіріп кеткен балалар мектепті сағынамыз, уақыттарыңды кәдімгіше қызықты қылып өткізіңдер, мектепті кейін сағынасыңдар дегенде мен сенбейтін. Бірақ та негізі рас екен, мектепті кәдімгіше сағынасың. Мектеп өзіңнің отбасың сияқты. Оқушы кезіңізде қандай естеліктер қалды? Оқушы кездегі ме? Оқушы кездегі естеліктерден концертке дайындалып, қызық көп, есіме түспейді. Қазіргі оқушыларға қандай кеңес берер едіңіз? Сабақ оқу керек, ент-ға дайындалып. Біз сияқты болмау керек қой. Ондай қатты оқыған жоқ сабақ. Айтатын ақыл сол сабаққа дайындалу, басқа жоқ.